Бұл сабақта біз FrontPage бағдарламасымен электрондық учебник немесе веб парақшалар жасаумен қалай болатынын танысамыз. Ол үшін мен бірінші C дискісінде папка құрып аламын. C дискісін ашамын. C дискісіне мен папка құрамын. Жетінші ағылшынша жазған дұрыс болады. Латын әріптерімен класс деймін. Жетінші класс. Электронный учебник деп қояйық. Электронный учебник. Bunu сақтаймын. Енді терезені жабамын. Енді FrontPage бағдарламасын ашамын. FrontPage бағдарламасы Microsoft Office FrontPage 2003. Әрине біреулер ойлауы мүмкін бұны ескі деп. Бірақ бұл кезінде FrontPage бағдарламасы арқылы веб страницалардың барлығы осы программа арқылы жасалған. Қазір HTML5 шықты, бірақ дегенмен де HTML5-тің кейбір мүмкіндіктерін осы FrontPage 2003-те пайдалануға болады. Мен енді осыны шертіп ашамыз. Мен енді ашып қойғанмын. Соны көрсетейін. Мына менің 5-ші классқа арнап жасаған электронды учебниктің парақтары. Барлық парақтарды мен латын әріптерімен жаздым. Латынның кіші әріптерімен жаздым. Тек мына жерде ғана қазақша жазылып кеткен. Енді мен не ашамын? Открыть узел деймін. Бірінші әрекетім. Енді C дискісінен жаңағы жасаған папкамды іздеп тауып аламын. 7-ші класс. Белгілеймін, открыть деймін. Енді жаңа парақтар ашамын. Шертемін. Страница шығады. Обычный страницаны аламын. Окейді басамын. Новый бір страница шықты. Келесін таңдаймын. Страница. Екінші страница шықты. Үшеуге дейін алайын. Страница. Міне енді бірінші страницаны мен сақтаймын. Ол үшін бірінші страницаны сол жақ батырмамен шертемді. Одан кейін оң жақ батырманы шертем. Сохранить деймін. Енді барлық файлдар 7-ші класс электронный учебник пап болмасында сақталып отырады. Индекс бірінші документті мен индекс деп сақтаймын. Сохранить. Екінші документті мен енді оның мазмұнына байланысты сақтауым керек. Ең бірінші документ, мысалы индекс болса, одан кейін оны мен басқа атпен сақтаймын. Мысалға, бірінші тарау деп қояйын. Ағылшын тілінде бірінші тарау деп жазамын. Мен электрондық оқулықты тарауларға бөліп жасаймын. Бірінші тарау. Оң жақты басам, сохранить. Екінші тарау деймін. Сохранить. Міне біз 3 веб парағын аштық. Енді бірінші индекс веб парағын мен танысайық. FrontPage'де 4-ке бөлінген терезе. Бірінші конструктор. Міне біздің жұмыс аймағымыз осы конструктор бөлігінде жасалады. Барлық әрекетті біз конструктор бөлігінде жасаймыз. Кесте қоямыз, сурет саламыз. Ал енді кодын, сол жасалған әрекеттердің кодын, мына код деген шертсек, осы жерде көрінеді. Біз қазір ешқандай әрекет жасаған жоқпыз. Тек қана мына HTML-ден басталады. Мына HTML тілі. Енді разделениемді алсақ, екіге бөліп көруімізге болады. Төменгі жағы конструктор, үстіңгі жағы коды, HTML тілі. Ал енді просмотр көріну үшін просмотр батырмасын басамыз. Біз ешқандай әрекет жасаған жоқпыз, сондықтан бұл жерде ешқандай әрекет көрінбейді.
Енді мен конструктор бөлігіне көшемін. Енді ең бірінші әрекетім мен таблица мәзірін басамын, шертемін. Бұдан макетный таблица ячейки шертемін. Кейінгі әрекетім вставить макетную таблицу. Бұл жерде маған 450 ені, биіктігі 450 деп ұсынып тұр. Мен мына жерден өзгертемін 450-ді мен 900-ге қоямын. Биіктігін 800-ге қояйын. Біреулер 2000-ға қояды, біреулер 1200-ге қояды. Менен тек бір ғана парақ көрініп тұрсын деген ниетпен енді энтерді басамын. Міне, менің парағым шықты. Енді осы бетке мен кесте саламын алдымен. Таблица, вставить, таблица. Міне көріп тұрсыздар, сұхбат терезесі шықты, вставка таблицаның. Бұнда мен строк екеу деп тұр, мен оны 4-ке қоямын. Столбец екеу қала берсін. Интервал ячейк мына жерді өзгертпей ақ қояйын. Оларда. Енді келесі әрекет фон. Кестенің фоны. Бұл жерден мен свет түрін, мына жерден кестенің түріне мынадай светтерді қойма болады. Қызыл, көк, сары, жасыл светтерді. Немесе фондық суреттер қойма болады. Ол үшін мына жерге жалауша қоямын. Сосын обзор батырмасын шертіп, суреттерді іздеймін. Менде компьютерде арнайы фондық суреттер бар. Сол фондық суреттерді іздеймін. Фоны деген шертемін. Енді осы фондық суреттердің біреуін таңдаймын. Егер мен бірінші мынаны таңдап көрейін, мысалы, әрекет қандай болады екен көресіздер. Бұл мынандай мен салсам, бұған жазып жазған кезде қолайсыз болады. Сондықтан мен бұны алып тастауым керек. Ол үшін кестенің ішіне курсорды қоямын да, оң жақ батырманы басамын, свойство таблицы шертемін. Сөйтемін де мына жерден жалаушаны алып тастаймын. Енді басқа сурет істеймін. Басқа сурет. Мой компьютер, новый том. Мысалға мына суретті алса дұрыс болады. Применить, окей. Мына жерде сурет пайда болды. Енді мен осы жерге нені жылжытып, төмен қарай жылжытамын. Мына жерге текст жазуым болады. Мәтін жазуым болады. Мына астына басқа мәтіндер жазуға болады. Мына жерге батырмалар қойма болады. Мына қазір фоны. Мына жерде енді қарап тұрсаңдар, мына жерде фон, мына жерге үлкен сурет қойға болады. Мына жерге басқа бір суреттер қойға болады. Мына жерге сурет қойып көрейік бірінші. Добавить рисунок из файла батырмасын шертемін. Компьютер таңдаймын, сосын вставить деймін. Үлкен болып түседі, үлкен болып түскеннен кейін мен үстінен 2 рет шертемін. Сөйтемін де мына жердегі размерді өзгертемін. 300-ге қояйын. 300-ге. Енді бұл жерден мен орналасу, жаңағы аптеканы дейді, орналасу бағытын таңдаймын. Бұл жерде мен уравнениені посередине қоямын. Сосын ОК батырмасын шертемін. Міне сурет келіп түсті. Келесі суретті қояйын. Суреттердің барлығы менің қапшығымда сақталып тұр. Мен бұны интернеттен аламын. Үстінен шертемін 2 рет. Посерединге батырмасын шертемін. Енді мына жерде мен 300-ге қоямын. Ширинаны.
байқаптысыздар, биіктігі де өзгерді. Окей батырмасын шертемін. Міне суретті осылай әкеп қойдым. Енді мәтінді мына жерге көшіріп әкеп қойса да болады. Дайын мәтіні бар Word бағдарламасын шертемін. Word бізде Office 2013 бұл бағдарламада көшіріп қойға болады. Мысалы мәтіндерді көшіресін де әкеліп қоя бересің. Бұл тез жай жүктеледі. Енді мына мәтінді алайын да көшіріп қояйын. Оң жақ батырманы басам, копировать дейін. Терезені жауып тастайын. Енді мына жерге мәтін қояйын. Мәтінді ерекшелеп аламда өлшемін өзгертемін. Түсін өзгертуіме болады. Енді осының кодын қарайтын болса, осы келгендердің кодын мына жерден байқауымыз қалады. Мынау келіп түскен мәтін жаңағы. Ал енді мынау сурет кестеміз, біздің бағана қойған кестеміз. Table деп басталады кесте. Ал енді суретіміз мына жерде тұр. Біздің суретіміз. Мынау суреттің командалары, атрибуттары, коды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.